Саламатсыздар ма балалар? Амансыздар ма? Отыра қойыңыздар. Бүгін сабақта кім жоқ? Түгелсіз ба? Түгелсіз. Жақсы. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын сіздермен біз ұқсаспыз деген ойын ойнап кетті. Ортаға шыға қойайық. Біз Алихан екеуміз ұқсаспыз. Себебі екеуміз де адам баласынан жаратылғанбыз. Алихан, сен айта ғой, Динас ба? Динас, біз бір-бірімізбен ұқсаспыз. Біз бірінші сыныптан бастап бірге оқып жатырмыз. Малика, бізде ұқсаспыз, бізде шаш ұқсайды. Шаштарының түсі ұқсайды, да? Малика, Мадинаға айта ғой. Біз ұқсаспыз, біздің атымыз одан аталады. Бибарыс, біз екеуміз ұқсаспыз, себебі біз екеуміз ақылдымыз. Бибарыс, маған айта ғой. Апай, біз екеуміз ұқсаспыз, өйткені сіз бізден бірінші сыныптан бері еркатсыз. Рахмет. Мен сендермен ұқсаспын, себебі біз де баршамызда барлығымыз қандаймыз? Бір адамнан жаратылғанымызда барлығымызда екі көзіміз бар, мұрнымыз бар, құлағымыз бар. Жалпы барлығымызда адам баласымызда ақыллымыз, әдеміміз, бір сыныпта оқусыздар, ал мен сіздерге сабақ беремін. Біз бір-бірімізді күнде көреміз, доспыз. Енді бүгінгі сабаққа сіздерге сәттілік тілеймін. Жақсы, отыра қойайық. Өткен сабақта сіздерге үй тапсырмасына сұрақтар бердім. Жалпы төмендегі сұрақтарды қатыстырып, сол төмендегі сұрақтарға өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар дедім. Дайынсыз ба? Бірінші, адамзат тарихында саяхаттау қай кезден басталды деп ойлайсыңдар? Қай кезден басталды деп ойлайсың? Бибарыс, жаздың ба? Мен адамзат саяхатшылар бастау ата-бабадан келе жатыр деп ойлаймын. Ерте заманнан бастап келе жатыр деп ойлайсың. Мадина, қай кезден басталды деп ойлайсың? 1893 жылы басталды. Сенің өз ойыңда. Екінші, ерте замандағы қандай саяхатшылардың аттарын білесіңдер? Жаздық па? Мен білем. Айта ғой, оқи ғой. Ерте замандағы Христофор Колумб, Фермата Мегеллан, Генри Гудзон. Сондай саяхатшыларды мен білемін. Мен білетінім, ол Христофор Колумб, Васко да Гама, екеуі де Америка және Африканы айналып шыққан. Үшінші сұрақ қандай болды? Геродот деген есім өздеріңе таныс па? Таныс па? Геродот ол ежелгі Грекияның ғылымы. Ежелгі саяхатшылардың ел тарихын жазуға қатысты болуы мүмкін бе? Мүмкін. Өйткені ол саяхатшылар елді аралап, елдің тарихымен тығыз байланысты зерттеген. Енді бүгінгі күнді жаза қойып, дәптерімізді ашайық. Мамырдың 4-і қазақтың тұңғыш жиһан кезі. Қазақтың тұңғыш жиһан кезі Шоқан Уәлихановпен танысамыз. Жазайық. Мамырдың 4-і қазақтың тұңғыш жиһан кезі. Жаза қойып. Жаздық па? Жазып болсақ, барлығымызда тақтаға назар аударайық. Бүгін біз сабағымызда қазақтың тұңғыш жиһан кезі Шоқан Уәлихановпен танысамыз. Жалпы Шоқан Уәлиханов туралы сіздер білесіздер, да? Ол
қатысып жатсыздар да, басқа пәндерден, жалпы әдебиеттен бастауыштан бері Шоқан Уәлихановты танисыздар. Шоқан Уәлиханов шын аты Мұхаммед Қанапия Шыңғысұлы. 1835 жылы дүниеге келіп, 1865 жылы дүниеден озған. Қазақтың ұлы ғалымы, ағартушы, шығыстанушы, тарихшы, этнолог, географ, саяхатшы, фольклортанушы, суретші. Қараңдаршы, бойында қандай, да? Ол Шоқан ұлы ғалым, ағартушы, саяхаттанушы, географ, фольклортанушы, суретші. Ол қазіргі Қостанай облысы аумағындағы Сарыкөл ауданы Көтемес мекенінде дүниеге келген екен. Бабасы Абылай қазақ ордасының, атасы Уәли орта жүздің хандары болған, әкесі Аманқарағай округінің аға сұлтаны Шота Уәлиханов. Сонда Шоқан Уәлихановтың аталары қандай болған? Әулетті сұлтандар болған да, үлкен басшылар болған, ел билеген. Ол жаңағы Көтемес қыстауында ашқан қазақ мектебінде білім алған. Міне Құсмұрын, Көшмұрын деп аталған, қазір Құсмұрын бекеті деп аталған. Міне 1847 жылы күзде әкесі омбыға алып келіп, кадет корпусына оқуға орналастырған. Жалпы осы кадет корпусын бітіргеннен кейін Дербес Сібір корпусының штабында қалдырылып, бір жылдан кейін Батыс Сібірдің генерал-губернаторы Госпорттың адъютанты қызметіне белгіленеді. Оған ерекше тапсырмалар орындайтын офицер міндеті жүктеледі. Жалпы Шоқан Уәлиханов туралы сіздерге қазір мәлімет беремін. Жалпы Шоқан Уәлиханов туралы сіздерде өмірі, шығармашылығы туралы мен сіздерге қазір мәлімет беремін. Осы мәліметпен таныс болып отырайық. Қай жылы дүниеге келді, қандай шығармалары бар. Осы тапсырмалар бойынша қазір сіздермен тапсырма орындаймыз. Мәтінді оқып алайық, сол бойынша. Мәтінді оқып, тапсырманы орындауға сіздерге 5 минут уақыт береді. Сіздерге Шоқан Уәлиханов туралы мәлімет бердім. Енді осы мәліметтер сіздерден кейбір байланыс алып көрді. Сіздер осы жалпы бүгінгі сабақ қазақтың тұңғыш жиһан кезі Шоқан Уәлихановпен таныстыңыздар да? Шоқан Уәлиханов сонда кім екен? Кім ол жалпы? Мадина? Шоқанның шын аты Мұхаммед Қанапия. Ол қазақтың ұлы ғылымы, және ол географ, этнолог, ғалымы. Қазақтың ұлы ғалымы, этнолог, сосын тарихшы, саяхатшы, суретші. Толықтыраңыздар балалар. Тағы екен? Ағартушы, шығыстанушы, фольклортанушы, географ. Ол қай жерде дүниеге келген? Қай жылы, қай жерде дүниеге келді? Кімнің ойында қалды? Алихан? Шоқан 1835 жылда Құсмұрын бекетінде, қазіргі Қостанай облысы Уәликөл ауданындағы Әулиекөл ауданындағы Құсмұрын жерінде дүниеге келген, да?
Жалпы Шоқан Уәлихан қандай тілдерді білген? Алжан айта ғой. Ол араб, парсы, шағатай тілдерін білген. Отыра ғой. Жақсы, рахмет. Жалпы енді Шоқан Уәлихан туралы бүгінгі бізде сабағымызда білгенімізде тағы сіздерге тапсырмалар беремін. Енді сіздермен мынандай тапсырма орындағым келіп тұр. Қарайықшы тақтаға. Ақпараттарды пайдаланып сөйлемдерді толықтырыңдар. Мұнда сіздерге сөйлем беріліп тұр. Астында керекті сөздер тұр. Көп нүктенің орнына осы керекті сөздерді қойып, дәптеріңізге жаза қойыңыз. Бірінші, Шоқанның шын аты. Жазайық. Керекті сөздің ішіне тауып. Жылдамдатайық. Жаздық қой балалар, да? Оқи ғой. Малика оқи ғой. Шоқанның шын аты. Шоқанның шын аты Мұхаммед хан. Қанакен. Отыра ғой. Екінші. Алихан. Шоқан қос мұрын бекінісінде дүниеге келген. Одан кейін Шоқан кімнің ұрпағы? Мадина. Шоқан Абылайхан ұрпағы. Отыра ғой. Шоқанның әжесінің есімі Айған. Дұрыс. Малика. Шоқан 19-шы ғасырлардың ортасында өмір сүрді. 19-шы ғасырдың ортасында өмір сүрді. Дұрыс. Бибарыс. Шоқан Омбыдағы, иә. Кадет корпусы оқыды. Кадет корпусында оқыған екен, иә. Барлығымызда ақпаратты пайдаланып, сөйлемді толықтырып жаздық. Барлығымызда дұрыс жаздық. Енді сіздерге тапсырма. Кітабымызда осы ұлы Жиһангез туралы мәтін берілген. Осы мәтінді оқып, міне 6-шы тапсырманы оқи отырып, 5 сұрақ құрастыра қойыңыз. Оқи қойыңыз. 5 сұрақ құрастырамыз.